біз командаға алғашқыда адамдарды тіркеген кезде оларға біз мотивация бере бастаймыз. Мотивация өте мықты нәрсе. Ол да адамға қажет, әр адамға ол қажет нәрсе. Мысалы, негативте жүрген адам болатын болса, оған біз мотивация береміз, қуаттаймыз ол кісіге, неше түрлі адамдардың табыстарын, жетістіктерін айта бастаймыз. Сондықтан ол кісі мотивация алады, яғни өзіне сенімділігі пайда бола бастайды. Сондықтан ол кісі ары қарай жылжуға, командасын өсіруге, адамдарды шақыруға талпынады. Бірақ та жалғыз мотивациямен ол адам бүгін мотивацияны алады да үйіне барады да оны ұмытып кетеді. Яғни сондай жағдайда жоспар құрып, өзі отырып, өзі дәптер, қолына қаламын алып, міндетті түрде өзі жеке жұмыс бастауы керек. Тек қана мотивацияға тойып алып үйге кеткеннен кейін ол адам сынып қалуы мүмкін. Қайтадан сол негатив ойлар, үйдегі проблемалары, үйдің бітпейтін тірлігі. Сондықтан бұл адам міндетті түрде жоспар жасап, мынандай бір кітапшаны алып алып, мынандай қаламмен міндетті түрде күнде жұмыс істеу керек. Менің мынандай черновой дәптерім бар. Осының ішіне бұл бұтық-шытық идея келді, тез-тез жазып қоямын. Алам да, одан кейін ролик туралы бір идея келді, тез-тез жаза салам, шимайлап. Одан кейін мен оны асықпай отырып қайтадан оқып шығып, түзетулер енгізіп, мынандай таза өзімнің блокнотыма жазып, сонымен жүйелі түрде жұмыс істеймін. Сондықтан осындай жүйелілік әр адамның өзінің күнделікті әрекетіне айналу керек, әдетіне айналу керек. Сол кезде ғана ол кісі табысты бола бастайды. Яғни не то, что табысты бола бастайды. Ол кісі сондықтан жүйелілікті қалыптастырып, күнделікті өзінің не істейтініне жоспар құрып, өзінің әрбір қадамына анализ жасап, өзінің істейтін тірліктерін жазып, жоспар құрып отыратын болса, ол кісі кәдімгідей нәтижелерге жете алады. Сондықтан сіздерді сетевойға келген кезде тек қана ауызша емес, міндетті түрде қалам мен дәптерді алып, сонымен жұмыс істеуге шақырамын. Менің командама келуге сіздерді шақырамын, миллионерлер қатарына сіздерді шақырамын. Осы видеоға лайк басып, маған подписка жазыңыздар.